Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді Салтанат Ермекованың Астана байтақ атты авторлық хабарын тыңдауға шақырамыз. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. 20 ғасырдың басындағы қазақ даласында ең бір ауыр кезең басталған. Ең алдымен империя жігіт тартыла бастады. Осыншама қиын қыстау уақыттың естен кетпес оқиғалар 16 жылдың көтерілісімен одан кейінгі пролетариат диктатурасының өркендеуі. 1916 жылы қазақ халқының орыс отаршылығына қарсы ұлт азаттық қозғалысының құрамындас бөлігі Ақмола өңірінде көтеріліс басталды. Ресей патшасының Орта Азия халықтары мен қазақтарды бірінші дүниежүзілік соғыс майданындағы қара жұмысқа алу туралы 1916 жылдың 25 маусымдағы жарлығына қарсы Ақмола өңірінде алдымен Атығай, Керей рулары наразылық білдірді. Қазан айларында Қорғалжын өңірінде Ерейментау, Ұлытауда жалпы саны 40 мыңнан астам көтерілісшілер шоғырланды. Қазан-қараша айларында қазақ жасақтарының империяның тұрақты әскери бөлімдері және қазақ жүздіктерінен бірнеше ауыр шайқастар болып өтті. Бұл көтерілісте көптеген қазақтың батырлары қаза тапты. Олардың арасында Сәтбай қажы, Молдажан Жадаев, Қуаныш қажы, Оспан Шоңылы, Нұрлан Қияшұлы, Әрсен Көмішұлы, Рақымжан Мәдіұлы, Мәмбетбай Шабатұлы, Жақып Мырзақожаұлы, Әділбек Майкотов, Иса Дәулетбековтер. Көтерілісшілер мен жазалаушылар арасындағы ірілі ұсақты ұрыстар 1917 жылдың ақпанына дейін созылды. Қақтығыстар тіпті одан да кейін болып тұрды. 1917 жылы Аврора зеңбірегінің дүбірі қазақ даласына да жетті. Бұл саяси өзгерістер мен қазақ зиялыларының бастан кешкен қиыншылықтары туралы филология ғылымының кандидаты Әуезов атындағы әдебиет өнер институтының аға ғылыми қызметкері Мамай Ахетов келесі мәліметтер айтқан. 20 ғасырдың басы қазақ даласы ұлы дүрбелеңдерге, ұлы өзгерістерге толы кезең болды. Бұған дейін сол кезеңдердегі зиялыларға түскен ауыртпалықта, сол кезеңдердегі болашақ біздің бағытымыз қай бағытта болу керек деген сол кезеңдердегі зиялыларға түскен салмақ ерекше болды. 20 ғасырдың басына шейін тек қана Түркістан уәлаятының газеті, Дала уәлаятының газеті, қазақ газеттері ғана болатын болса, сол кезеңдерде Айқап журналы. Енді осы 20 ғасырдың басындағы Қазан төңкерісінен кейін елде ағарту қызметі, сол кезеңдердегі жазушылық қызметтер ерекше мәнге ие болды. Сонымен 20 ғасырдың басындағы Қазан төңкерісінен сол кезеңдердегі қазақ зиялылары үлкен үміт күтті. Өздерінің осы шын мәніндегі еркіндік, шын мәніндегі тәуелсіздік секілді өздерінің діттеген мақсаттарын осы кеңес төңкерісінен олар алатындай сондай сезімде болды. 1920 жылғы болған қазақ автономиясының құрылуы сол кезеңдердегі біздің саяси, сол кезеңдердегі мынау жалпы зиялыларымызға үлкен әсер етіп, оларды шабыттандыра түсті. Елдегі зиялылардан құрылған Алаш партиясының болуы, сол кезеңдердегі бүкіл сол тұтастай тарихтың сахнасына шын мәніндегі қабілетті, шын мәнінде жоғары білімді, парасатты қайраткерлерді тарих сахнасына, саяси сахнаға шығарды. Атап айтатын болсақ, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулаттар бастаған Ғаббас Тоғжанов, Смағұл Сәдуақасов, Мұхтар Әуезов, Жүсіпбек Аймауытов, Қаныш Сәтбаев, Темірбек Жүргенов секілді тағы да көптеген саяси қайраткерлер сол кезеңдерде мемлекеттің ең жауапты қызметтеріне тағайындалып, олар өздерінің тарих алдындағы миссияларын орындай бастады. Әйтсе де, осы жерде жалпы сол кезеңдердегі әдеби ахуал жайлы, сол кезеңдердегі қалыптасқан осы әдеби ахуалдан айтпай кету мүмкін емес бұл тұста. Мысалға, сол кезеңдерде алғашқы кеңес өкіметі орнағаннан кейін, коммунистік партия саяси сахнаға шыққаннан кейін, елде осы социалистік реализм әдісін тұрақтандыру, сол бір жақта соны дәріптеу елде кеңінен насихатталды. Сол кезеңдердегі қазақ зиялылары өздерінше осы мынау болмысты суреттеуде, көркемдік әдістер іздеуде, жалпы әдебиетіміз қай бағытта даму керек деген мәселе төңірегінде ой қозғап,
мысалға 20-шы жылдары Мағжан Жұмабаев жетекшілік ететін Алқа деген ұйым құрылып, оның Табалдырық деген алғашқы осы әдебиетіміз қай бағытта даму керек деген алғашқы платформасын жазған болатындығын. Бірақ сол кезеңдердегі саяси жағдайға байланысты осы Алқа ұйымының өзі де олардың жасаған шын мәніндегі әдебиеттің ең көкейкесті мәселелерін қозғаған осы платформаларда қабылданбай қалды. Себебі сол кезеңдерде орталықтан Ресей пролетар жазушыларының ассоциациясы деген құрылып, соның екінші көшірмесі ретінде, көлеңкесі ретінде Қазақстанда да Қазақстан пролетар жазушыларының ассоциациясы деген құрылған болатындығы. Олардың негізгі діттеген қисындары әдебиеттің партиялығы, әдебиеттің халықтығы деген мәселелер төңірегінде тоғысып жатты. Тіптен біздің бірнеше ғасырлық фольклорлық мұраларымызға деген көзқарас, тіптен әдебиеттің өзіне таптық көзқарастың болуы, яғни бай немесе кедей деп осы әдебиеттің таптығы деген қисындар сол кезеңдерде жазушыларға бірден бір көркемдік әдіс ретінде, үлгі ретінде ұсынылды. Осы көркемдік әдістерді мойындағысы келмеген, соған өз шығармашылықтарын өздерінің халықтың, ұлттың мүддесі тұрғысынан жазған жазушылардың шығармалары сол кезеңдерде сонау 20-шы жылдардан бастап қудалана бастаса, 30-шы жылдары ол тіптен қалыңдай түсті. Айта кету керек, сол кездердегі қазақтың Ташкент қаласынан шыққан Шолпан журналы, Мұхтар Әуезовтердің, Жүсіпбек Аймауытовтардың екеуі бірлесіп шығарған, екеу деген атпен шығарған Абай журналдары, сол кезеңдердегі Таң, Сана журналдары, бұлардың барлықтары сол кезеңдерде публицистиканың, жалпы әдебиеттің дамуына үлкен әсерін тигізді. Қазақтың классик жазушыларының алғашқы шығармалары сол кезеңдерде жазылып, сол кезеңдердің өзінде, мысал үшін Мұхтар Әуезовтің алғашқы әңгімелері сонау 1917 жылы Ойқұдықтағы Абай ауылында, Әйгерім ауылында қойылған Еңлік кебек, кейіннен 22 жылы басылып шықты алғашқы қазақтың драмасы. Сонан кейін алғашқы әңгімелері жарық көре бастады. 20 ғасырдың басында қазақтың тұңғыш романдары Бақытсыз Жамал Міржақыпдулатовтың, Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек, Спандияр Көбеевтің Қалың мал секілді нағыз бүгінгі күннің де талабына жауап беретін классикалық деңгейдегі прозалық шығармалар ірі көлемдегі жазыла бастады. Әрине, бұның барлықтары сол өздерінің туған жермен, оның ішіндегі қазақтың негізгі идеясы арқамен, сарыарқамен байланысты. Мағжан Жұмабаевтың Сүйемін деген бір өлеңі бар. Соның ішінде Мағжан былай дейді: күндей күңгірт шашы бар, 95-те жасы бар, көз дегенің сұп-сұр көр, жерге қарап үңіліп, таспиық санап бүгіліп, көрше ауыр күрсінер. Менің бір қарт анам бар, неге екенін білмеймін, сол анамды сүйемін. Де келіп, орманы жоқ, ешқандай шуы жоқ, ешқандай қызығы жоқ секілді мәңгі өлі сахарасы осы Сарыарқа деген жерім бар, неге екенін білмеймін, сол арқамды сүйемін деп қорытынды жасайды. Қысқасы, сол кезеңдердегі біздің рухани, мәдени, әдеби шығармашылығымыздың сол кезеңдердегі ортасы осы біздің Сарыарқамен тікелей байланысты болды. Енді мынау Семейдегі мұғалімдер семинариясы сол кезеңдердегі, сол арқадағы. Онан кейінгі жалпы мынау Алаш партиясының қызметінің өздері осы Сарыарқа даласымен тікелей тығыз байланысты еді. Мамай ағамызға сұхбат үшін рахметімізді айтып отырып, хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындағандар саунд дизайнер Шоқан Тоқжолов, хабарды жүргізген Салтанат Ермекова. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана байтақ хабарын тыңдадыңыздар. Келесі кездескенше